Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде YouTube жобасының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Қаныш Сәтпаев гимназиясының 9-шы сынып оқушысы Яна. Қайырлы күн, Яна, сізді көргеніме қуаныштымын. Ең әуелі көрермендерге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, менің атым Яна, мен 14 жаста, және менің ұлтым поляк. Мен Қаныш Сәтпаев атындағы гимназиясында оқимын. Жақсы, Янаға танысқаныма қуаныштымын. Ал енді қазақша қалай үйрендіңіз, содан бастасақ әуелі? Мен қазақ тілі үйрену балабақшадан бастым. Менің тәрбиешім керемет болды. Себебі ол маған қазақ тіліне махаббат оятты. Және мен үшін қазақ тілі үйрену өте маңызды, мен қызықты. Қазіргі уақытта мен қазақ тілі оқулықтар, бейнероликтер арқылы үйреніп жатырмын. Және мен мәміле қазақ тілі клубының мүшесімін. Тамаша. Ал осы қазақ тілін үйренудің қандай артықшылықтары болды өміріңізде? Өмірімде бұл өте көмектеседі, себебі әртүрлі байқауларда, олимпиадаларда бұл өте маңызды рөл атқарады. Және қазақ достар таптым. Мысалы, мен қазақ тілі арқылы Маржан Арапбаевамен танысты. Себебі мен оның әні орындадым. Және Маржан Арапбаевамен бір сахнада ән айттым. Тамаша. Жаңа өзіңіз айтқандай ән айтасыз, басқа немен шұғылданасыз? Өзіңіздің қызығушылықтарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Мен Демесөл ансамбльде ән айттым, бірақ қазіргі кезде мен Демесөл ансамбльде бармаймын. Және менің өмірлік ісім КВН. КВН бұл өте қызықты, және маған өмірде көп көмектеседі. Мысалы, КВН-нің арқасында мен өзімді дамытып, әзіл деңгейді жақсартып, сахнада ұстауды үйреніп жатырмын. Және адамдармен қарым қатынасы үйреніп жатырмын. Және КВН саурып салманы жақсартады. Бұл өте қызықты және маған өте ұнайды. Мен КВН және ондағы адамдар қатты қадірлеймін және қатты жақсы көремін. Тамаша. Ал КВН-нен бөлек тағы қандай жетістіктеріңіз бар оқуда дегендей? Мен олимпиадаларға бардым. Және әртүрлі байқауларға қатыстым. Мысалы, кеше сөз шеберлерінде 3-ші орын алдым. Немесе әртүрлі клубтар, мектебіміздің клубтары. Және мен керемет оқимын. Себебі мен алтын белгіде Үміткерсіз, алтын белгі? Тамаша. Бұл менің мақсатым. Және мен бастауыш мектепте әртүрлі сабақтар оқытамын. Және менің кіші інімдер оқытамын. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз, алтын белгі алу мақсатым деп. Одан бөлек тағы қандай арманыңыз бар? Болашаққа қандай жоспарыңыз бар? Менің жоспарларым. Мен мұғалім болғым келеді. Себебі мен балалар өте сүйемін. Және мен орыс тілі, мен әдебиет және математика қатты жақсы көремін. Және менің ойымша мен жақсы мұғалім болғым келеді.
менің арманым бұл оқу жылында желтоқсан айында менің арманым орындалды. Мен кіші кезеңде бәйтерекке көруді немесе тіпті баруды армандадым. Және желтоқсанда біз отбасымызбен Астанада бардық және бәйтеректе бардық. Яна, бізге отбасыңыз туралы айтып беріңізші. Жақсы. Менің басымда мен, анам, әкем және 2 кіші інім бар. Біздің қатынасымыз жақсы, бірақ кейде біз бір-бірімізді түсініп бермейміз. Және соңғы уақытта мен отбасыммен көп уақыт өткізбеймін, себебі менің бос уақытым өте кіші. Бірақ менің басым өте сүйемін және әрбір адам отбасымда құрметтеймін. Ал отбасыңызда қазақша сөйлесесіздер ме? Иә, мен анаммен қазақша сөйлеймін және кейде әкеммен қазақша сөйлеймін. Анам мәміле қазақ тілі клубының мүшесі және ол жұмыста қазақша сөйледі. Біз бір-бірімізді қазақша сөйлесеміз, себебі бұл біз үшін өте маңызды және біз өзім деңгейіміз жақсартады. Жақсы. Ал жаңа КВН-да жүресіз, әртүрлі жарыстарда жүресіз, достарыңыз көп пе жалпы? Иә, менің барлық достарым біздің мектебімізде оқиды, немесе былай деуге болады. Біздің мектебімізде оқитындардың барлығы менің достарым. Мен үшін достар ешқашан сатпайтын маңызды адамдар. Және мен достар бағалау керек деп санаймын. Мен достарым қатты қадірлеймін және жақсы көремін. Ал өзіңіздің мектебіңіз туралы не айтып бере аласыз бізге? Мен мектебім өте сүйемін, себебі осы жерде мен достар таптым, мен әртүрлі клубтар қатыстым. Мектебім арқасында мен КВН-ға қатысамын. Себебі мен біздің мектебіміздің 9-шы сыныптар құрама командасының мүшесімін. Тағы да менің мектебім менің екінші үйім. Мен әрбір сыныптастар, әрбір мұғалімдер қатты қадірлеймін және мен үшін олар өте маңызды адамдар. Өмірімде мектебім үлкен рөл атқарады. Жақсы. Ал жаңа мұғалім болғым келеді дедіңіз ғой. Өзіңіз сүйікті мұғаліміңіз кімге қарап қандай үлгі аласыз? Мен үшін әрбір мұғалім сүйікті мұғалім. Себебі әрбір мұғалім үлгі болды және олар маған көмектеседі. Олар менің дамуына үлес қосады және мен үшін олар өте маңызды және қызықты тұлғалар. Бос уақытыңызда не істейсіз, немен айналысасыз? Бос уақытта мен демалысамын. Мен үшін демалыс бұл кітаптар, немесе достармен серуендеу, КВН және менің әртүрлі хоббиім.
және мен бос уақытта отбасымға арнаймын. Себебі соңғы уақытта мен отбасыммен көп уақыт өткізбеймін. Себебі менде оқу және басқа да жұмыстар көп. Жақсы, Яна, жаңа мен басында айтып қалдыңыз, ән айтуға қызығамын деп, Маржан Арапаевамен бірге айттым деп. Жалпы қазақша көп ән тыңдайсыз ба, қазақша әндер білесіз бе? Әндер білемін. Және менің отбасында әртүрлі қазақ әндер сүйеміз және ән айтамыз. Жақсы, ендеше бізге бір ән орындап берсеңіз қазақша. Иә, мысалы тек алға. Тіршілік қайнап тұрса, көңілің сарып тұрса, жаз жанып жайнап тұрса, дала сөндірме жан нұрыңды, жасқарма тағдырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала арманың барда, шаршама талма, жасқанып қалма, жүре бер тек алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер тек алға. Бақ жұлдызың жанады, арманға қалай қағады, мұңайма ешқашанда өмірде, әр адам бақыт алады. Арманың барда, шаршама талма, жасқанып қалма, жүре бер тек алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер тек алға. Керемет, рахмет. Жақсы, Яна, ал қазақша ең көп айтатын сөзіңіз қандай? Сәлем. Ал ең бірінші айтқан сөзіңіз есіңізде ме? Алма. Ал ең сүйікті сөзіңіз қандай қазақша? Айналайын. Яна, алға қойған арман мақсаттарыңыз көп екен, жалпы жетістікке жету үшін не істеу керек? Көбірек оқу керек және алғыр мен мейірімді болу керек. Білім алу керек, себебі бұл заман талабы. Тамаша, Яна, сізбен әңгімелескеніме танысқаныма қуаныштымын. Сізге уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Алдағы оқу жылыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет, сізге рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі шығарылымда кездескенше.